Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. Сабақтың тақырыбы тасымал. Бесік жыры. 25-ші сабақ. Тасымал сөздің жолға сыймаған бірі немесе бірнеше буынның келесі жолға бөлініп жазылуы. Тасымал кезінде есте сақтайтын ережелер. Сөзді тасымалдау буын жүгінен басталады. Төменірек, төменірек. Қысқа и және о дыбыстары бар сөздерді буынға бөлгенде, бұл дыбыстар келесі буынның басында келеді және солай тасымалданады. Дауыс, дайындық. Сөзді тасымалдағанда бір әріпті жол соңында қалдыру немесе келесі жолға тасымалдау дұрыс емес. Бірінші жаттығу. Өлеңді тыңда. Бесік жыры. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, жағамдағы құндызым, аспандағы жұлдызым, әлдей балам, әлдей ай, айналайын баламай, айналсын сенен анаңай. Өлең неліктен бесік жыры деп аталады? Өлеңде ана баласын нелерге теңеген? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Құрақ, жұлдыз, бала сөздері жазып келе жатқан жолға сыймаса қалай жазасың? Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлінген тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша дефис қойылады. Ұстаз, дәрігер. Екінші жаттығу. Сөздерді тасымалдау белгісін қойып, көшіріп жаз. Үшінші жаттығу. Жұмбақты оқы, шешуін айт. Даладай кімнің пейілі, данадай кімнің мейірімі? Әрине бұл біздің анамыз. Тапсырма. Сөздерді буынға бөл және оны мұғалімге тексертуді ұмытпа. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.